Балалар, алдыңғы сабақта біз сан есіммен және оның түрлері есептік және реттік сан есімдермен танысқан болатынбыз. Олардың ережесін есіңе түсіріп көрші. Ережесін есімізге түсірсек, қане, есептік сан есімді, реттік сан есімнің және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын Вен диаграммасы арқылы жазып көріңдер. Ендеше осы бойынша тапсырмаға кірісейік. Көп нүктенің орнына керекті сан есімдерді қойып, астын сызыңдар. Ендеше дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Сендерде де осындай жауап шықты деп ойлаймын. Келесі тапсырмаларға назар аударайық. Қандай сан есім жасырылғанын тап. Және де орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құра. Жақсы балалар, келесі жаңылтпашқа назар аударайық. Жаңылтпашты мәнерлеп оқы және ішінен сан есімді тап. Оқулықпен жұмыс 43-ші жаттығу. Ертегі. Ажалдан құтқарған асыл сөз. Ертеде бір хан әскерімен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлге кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарында қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып амандаспастан «Су қайда?» дейді. «Су дегенің көл ме?» дейді қойшы. «Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауыз су керек!» дейді айқайлап. «Мен хан шеді деп қақсиып жатқан бұлақ көргенім жоқ», дейді қойшы. Хан қатты ашуланып: «Неге судың жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңды алғызайын, ал мынаның басын», деп жендеттеріне әмір етеді. Қойшы: «Тақсыр, хан, дат», дейді. «Датың болса айт», дейді хан. «Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптей ме? Қайта, қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ қойшыны өлтіріпті деп күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым», деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп қойшыны босатыпты. Ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Ертегі аяқталды. Балалар, ертегі бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Хан әскерімен бірге қайда тап болды? Хан қойшыдан не сұрады? Және ол неге ашуланды? Сұрақтарға өз бетіңше жауап беріп көр. 44-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Сан есімдердің астын сыз. Сан есімнің қай түрі екенін ажырат. Ендеше 46-ші жаттығуға назар аударыңдар. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Балалар, үй тапсырмасы. Менің сыныбым атты эссе жазу. Эссенің ішінде сан есім болғаны жөн.